Сапаев университеті Қазақстанның барлық халқын 1 наурыз алғыс айту күнімен шын жүректен құттықтайды. Биыл біз академик Қаныш Имантайұлы Сапаевтың 125 жылдық және университеттің 90 жылдық мерейтойын атап өтеміз. Университетті бүгінгі тамаша жетістікке жеткізген ардагер ғалымдарға, профессор оқытушыларға және біздің қымбатты студенттерге алғыс айтамыз. Әр отбасына аманшылық пен береке тілейміз. Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім министрлігі бізге жолдаған челленджді қабыл алдық. Біз Сапаев университетіне қарасты металлургия және кен байыту институтында өз ғылыми қызметімізді атқарудамыз. Жас ғалымдарға арналған бағдарлама бойынша қазіргі таңда баспанаға ие болып отырмыз. Өз алғысымызды айтамыз. Металлургия және кен байыту институтының жас ғалымдарының атынан бізге тәлім-тәрбие беріп, өздерінің ғылыми тәжірибесімен бөліскен аға буын тәлімгерлерімізге, профессор ғалымдарымызға зор алғысымызды білдіреміз. Алғыс айту күні құтты болсын! Барша қазақстандықтарды келіп жеткен 1 наурыз алғыс айту мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Ұстаздарға және де 11 жыл білім алған Алтын Үйе мектебімізге шын жүректен алғыс білдіреміз. Еліміз жайнап, жеріміз құлпыра берсін. Қазақ елі жасай берсін. Алғыс айту күні құтты болсын!